Бүркіт біздің планетамыздағы ең ірі қыран. Оның денесінің ұзындығы 93 см болады. Ал ол қанатын құлаштап жайғанда қанатының ұзындығы 2,5 метрге дейін жетеді. Бұл құс күніне шамамен 1,5 келіге дейін ет жейді. Бірақ азық болмаған жағдайда ол 15 күнге дейін аш жүре алады. Бүркіттер аққу секілді адал құстар. Олар тіршілігінде бір-ақ рет отбасын құрады. Бүркіттер көбінесе ұяны ағашта немесе жартаста салады. Бүркіттің бір жұбында бір уақытта бірнеше ұя болуы мүмкін. Олар онда балапандарын кезектеп шығарады. Табиғатта бүркіттер 70-80 жылға дейін өмір сүрсе, хайуанаттар бағында небәрі 50 жылғана өмір сүреді. Көктің ерке құсы еркіндіктің символына айналып, біраз мемлекеттердің елтаңбалары мен туларында бейнеленген. Бүркіт 40-қа толғанда өте ауыр күндер туады. Қара тасты қақ жарар қайғы қара тұмсығының жүзі мұқалып имейіп қалады. Қиядан көрген қызылды қадамын аштырмай, бүріп алар қылыштай қылшылдаған тырнағы қауқарсыз күйге түседі. Бұл екеуі оның басты қаруы һәм негізгі тіршілігінің құралы. Қос қанаты ауырлап, өзіне жүк бола бастайды. Бұрынғыша жеңіл ұшу жоқ, аспан тағысы үшін өте ауыр азап. Осы кезде бүркіттің екі таңдауы болады. Бірі басқа түскенге бағынып, ит жемеде аштықтан бұратылып өліп тыну. Екіншісі ағынға қарсы жүзумен қайта түлеп жаңа өмір бастау. Мұны қазақ қыранның қайта тілеуі дейді. Ол 150 күнге дейін созылады. Екі жолдың екеуі де оңайға соқпасы анық, алайда таңдау біреу. Қыран құс алдымен өзі түлеп ұшқан құс қабағындағы ұясын табады. Сол ұяға қонақтап, мамырылып, тұмсығын тасқа ұрып сындырады. Тұмсығы қайта шыққанша күтеді. Содан соң икемге келмей, имейіп қалған тырнақтарын сындыра бастайды. Тырнағы шыққан соң тағы күтеді. Бұдан соң қыран ұшуға кедергі кәрі қауырсындарын біртіндеп жырла бастайды. Жаңа қауырсын шыққанша күтеді. Бүркіттің бұл түлеуін жоғарыда айтқандай 5 ай уақыт кетеді. Осы бір қилы кезеңмен соң 40-тың қырқасына шыққан қыран құс тас түлектей қайта алғылана түседі. Көзі қарыққанда іліп, тырнағы түскеннен айырылмайтындай ептілігін қайта табады. Осылайша қыран құс тағы 30 жыл өмір сүруге мүмкіндік алады.